Сәлем достар, сәлем команда. Бүгін сіздермен TikTok'ты дұрыс оформлять етуді үйренеміз. Ең бірінші біз TikTok'ты өзіміз жүктеп алғаннан кейін кәдімгідей алдыңғы видеоларда мен көрсеттім, қалай TikTok'ты ашамыз. Google арқылы, почта арқылы, жаңағы желі арқылы ашуға болатын мен көрсеткен болатын. Бүгін біз енді TikTok'тың оформлениясын жасаймыз. Ең бірінші біздің TikTok парақшамызға кірген адамның ең бірінші бізге мына көзіне біздің аватаркамыз суретке көзіне сол аватарка түсу керек. Мысалға мына жерде менің суретім ашық жарқын және өнімді ұстап тұрғаным, менің каналыма кірген адам кімнің парақшасы екенін көре алады. Жымиған әдемі түрінде яркий фон болу керек. Одан кейін екіншісі, мына жерде өзіңіздің аты жөніңіз болу керек. Оның бәрін мен қазір көрсетем. Мына жерде изменить профиль дегеннің ішіне кірген кезде, міне имя деген кезде интернет-магазин Қазақстан деп тұр ғой. Ол мына жердегі жоғары жақта тұрмын. Интернет-магазин Қазақстан, ол сол. Одан кейін мынау имя пользователя деген ол Айзада Тоқтасова деп тұр. Так, маған байланысқа шығу үшін мына tiktok.com деп тұр ғой, ол менің сілтемем. Және описание. Мына описаниеда мынандай болу керек. Мысалы, я очистила свой организм с помощью БАДы от Сибирское здоровье деймін, для заказа. Мына сілтемені басса, маған байланысқа шығады. Одан кейін егер де сіздің почтаңыз бар болса, почтаңызды тіркеп қойсаңыз болады. Болмаса сіздің мына басқан кезде тікелей инста парақшаңыз, мына менде YouTube канал мен Instagram парақшаны тіркеп қойдым. Бұл жерде Instagram парақша менің бренд парақшам. Сіз Instagram'ды тіркемес бұрын қай парақшаңызды тіркейтініңізді ойланып алыңыз. Бұл жерде инста магазин емес, именно инста парақша, жаңағы бренд парақшаңыз. Енді сіз мына жерде описаниясында бірнеше варианттар болуы мүмкін. Вылечила ребенка без аптек, по вопросам деп мынандай сұрақ белгісін қойсаңыздар болады. Заменила аптеку на Сайберин Wellness и не пожалела. Не верила в БАДы, пока не вылечила ребенка. Подняла железо в крови за месяц, только Сайберин Wellness деген сияқты бірнеше варианттар бар. Енді осындай сөздермен алмастырасыздар. Мына былай осы жерге, мына описание деген жердің ішіне осы жерге жазасыздар. Одан кейін призыв к действию, яғни призыв к действию деген ол сіздің парақшаңызды мына керек өнімді таңдағаннан кейін сізге байланысқа шығып заказ беру үшін жаңағыдай қаяқта нені басам деген кезде мына жерде заказға, для заказа деп мен стрелканы көрсетіп қойдым, сызықшаны. Осы жерде ссылканы, сілтемені басады. Так, почтаны айттым. Одан кейін так, почта YouTube каналды айттым және негізді инста парақшаны айттым. Енді мына 3 точканы басқан кезде, осы 3 точканы басқан кезде мына бизнес дегенді басасыз. Осы жерден аналитиканы көруге болады. Так. Мен запись жасап атқанға болмай қалып жатыр ау деймін. Қазір көрейік. Жоқ, мына ашты. Аналитиканы басқан кезде мынандай обзорды көре аласыздар. Яғни сіздің видеоңызды қай күннен бастап қанша адамдар көре алды, бір күнде қанша подписчик болды. Мына 633 подписчик болып тұр, менде 85 подписчик болды. Так, осылай сіздің профиліңізді қанша адам көрді, мынандай контент көрсеңіз болады. Яғни сіздің салған видеоларыңызды қайсында просмотрлар бар деген. Одан кейін мынандай подписчиктер, яғни 71% ол әйел адамдары, 28% ер адамдар. Яғни көбінесе Қазақстан екен. Қазақстан, Россия, Украина осылай жалпы көре аласыздар. Бұлайына жылжытсаңыздар, бет-бет көруге болады. Активный подписчиктерге. Так, енді сіз тіркелгеннен кейін, осы TikTok'ты жаңадан ашқаннан кейін, TikTok'тың администрациясы сіздің аккаунт, яғни целевая аудитория дейді, қандай аудиторияға сіздің видеоңызды көрсету керек, соны білу керек. Ол үшін сіз оған кішкене көмектесесіз, подсказка бересіз. Ол үшін
мына жердегі поисковик тұр ғой, мына лупа. Осы лупа поисковикке басамыз. Мына поиск деген жерге басамыз да, әйелдер қауымы отырады-ау деген жерге сіз жаңа хэштегті қойып, сол каналды жазатын боласыз. Ол асхана болуы мүмкін, рецепт болуы мүмкін, ана мен бала болуы мүмкін, өзіңіздің қалаған шаштараз болуы мүмкін. Осы жерде мысалға айталық, мен асхананы таңдаймын. Осы жерде осы хэштегпен маған TikTok-тың администрациясы осындай асханасы бар видеоларды маған көрсетті. Енді осының біреусін ашамын. Енді осы видеоларды мен соңына дейін көруім керекпін. Бір жағынан бірінші күні ашқаннан кейін сіз 1,5 сағат ішінде видеолардың барлығын соңына дейін көріп шығуыңыз керек. Ол не үшін керек? TikTok сіздің целевой аудиторияңызды табу үшін, сіздің видеоларыңызды соларға көрсету үшін керек. Бір жағы демалып отырып өзіңізге керек видеоны көрсеңіз, бір жағынан TikTok админі целевой аудиторияны табуға және рекомендацияға шығуға көмектесесіз. TikTokқа сіздің лайк пен видео бөліскеніңіз керек емес, именно видеоны соңына дейін көргеніңіз керек. Жалпы өзіңізге керек ұнайтын аудиторияны тауып алыңыз. Алғашқы бірінші күні ғана жасайсыз. Күнде жасаудың керегі жоқ. Мына осы видеоны толығымен көріп болғаннан кейін, мынандай келесі видеоға өтесіз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді бірінші ереже ол өнімге арнап ашылған жаңа аккаунт болу керек. Егер де сіздің аккаунтыңыз осы уақытқа дейін басқа тақырыпта ашылған болса, мүмкін балаларыңызға арналған, отбасылық болсын, болмаса жеке өзіңізге ашылған аккаунт болса, онда ол аккаунтты бұл бизнес аккаунтқа ауыстыруға болмайды. Сізге жаңа аккаунт керек. Именно осы бизнестің өнімдеріне арналған. Екінші ереже өзіңіздің целевой аудиторияларыңызды тауып, видеоларды көру. И тапсырмасын орындаңыздар.